Мен Амантаев Қамбар Өтегенұлы, Маңғыстау облыстық білім басқармасы Түпқараған аудандық білім бөлімі Маршал Әбдіхалық атындағы мектеп гимназиясының география пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі сіздерге ұсынып отырған шығармашылық тақырыбым оқушылардың ғылыми танымдық қызығушылығын арттырудың негізін қалыптастыру арқылы шығармашылығын дамыту. Әзілхан Нұршайықов айтқандай, бала тәрбиесінің ең үлкені оны еңбекке баулу. Еңбекшіл жас қана ең үздік азамат болып қалыптасады. Заманауи мектеп пен оқытушылардың негізгі мақсаты сабақ үрдісінде оқушылардың ғылыми танымдық қызығушылығын қалыптастырып, оны белсенді дамыту болып табылады. Танымдық қызығушылығы жақсы дамыған балалар кез келген тақырыптарды оңай меңгереді. Балаға өз бетімен зерттеуге мүмкіндік берген сайын жан-жақты әрі тез дами түседі дейді бала тәрбиесінің мәселелерімен айналысатын американдық психолог Виктор Клайн. Бүгінгі таңда мен үшін балалардың ғылыми танымдық қызығушылығын арттырудың тиімді әдісі оларды ғылыми жобаға баулу. Ғылыми зерттеу жұмысына бағыттау үшін алдымен оқушыларды қызықтырып және олардың қызығушылық деңгейін анықтауымыз керек. Бұл мақсатта біз сабақ кезінде пайдаланатын негізгі әдістеріміз сұрақтан сұрақ туғызу, миға шабуыл, сыни тұрғыдан ойлау және дамыта оқыту болуы қажет. Бұл жерлерде мен өз сабағымда пайдаланатын негізгі әдістерге тоқталатын болсам, 5 неге сұрақтарымен оқушыларға сауалнама беретін боламын. Ғылыми жұмысқа оқушыларды дайындау сатыларына тоқталатын болсақ, бұлар біріншіден қызығушылық, бақылау, ізденіс, зерттеу, тәжірибе және қорытынды. Оқушылардың қызығушылығын анықтап аламыз. Одан кейін балаларға ерік беріп, бақылауда ұстауымыз қажет. Бақылау мен ізденіс бір-бірімен өте тығыз байланысты. Және осы бақылау ізденіспен қатар біздер зерттеу жұмысына көшуіміз керек. Яғни алынған материалдарымызды іздеу арқылы біз зерттеу арқылы біз нәтижеге жетеміз. Кейіннен зерттеуді біз іске асыру барысында бұны тәжірибеден өткізуіміз қажет. Тәжірибеден өткізіп зерттеу алаңдарына апаратын болсақ, біз тәжірибенің қорытындысына келеміз. Ал қорытынды шығарғаннан кейін біз міндетті түрде ұсыныстарды ұсынуымыз қажет. Оқушы бойындағы дағдыны қалыптастыруға тоқталатын болсақ, ең алдымен біз сезіну дағдысын, одан кейін танымдық дағдысын, теориялық және практикалық дағдыларды үнемі қайталап отыруымыз қажет. Сезіну дағдысына тоқталып кететін болсақ, зерттеуші нысанды үнемі естен шығармай сезініп, жан тәнімен берілуі қажет. Танымдық дағдыны қалыптастыруымыз қажет. Бұл зерттеу нысанына үңіле қарап, жан-жақты тану. Одан кейінгі теориялық дағды қалыптастыруда зерттеу нысаны туралы кітап, журналдар, әлемдік ғалымдардың еңбектерін оқу. Ал практикалық дағдыға тоқталатын болсақ, теориялық дағдыға, яғни теориялық дағдыны одан практикаға ұштастыру үшін бұл жерде практикаға, яғни теорияға сүйене отырып жұмыстарды зерттеу, лабораторияларға, тәжірибе алаңдарына бару арқылы қол жетеді. Ғылыми жұмыстарды жас ерекшелігіне қарай, яғни біз үнемі күрделендіріп отыруымыз қажет екен. Мысалға тоқталып кететін болсақ, 2-4 сынып оқушылары айналадағы қарапайым құбылыстарға назар аударады. Ал 5-7 сыныптың оқушылары табиғи құбылыстардың пайда болуының себебін анықтап, оңай тәжірибелер жасап көре алады. 8-11 сыныптарға жоғарыға қарай құбылыстардың пайда болу себептерін талдап, оларды адам өміріне әсерін бақылап, оны тәжірибе жасау арқылы, дәлелдер келтіру арқылы іс жүзінде қолданатын болады. Осы айтылған жұмыстардың мен дәлелі ретінде сіздерге өз жұмысымның нәтижелерін көрсеткім келіп тұр. 2017-2022 жылдар аралығындағы ғылыми жұмыстан алған жетістіктерге тоқталғым келіп тұр. Яғни бұл жерлерде аудандық, облыстық, республикалық, халықаралық жұмыстарға дейін көтерілген кезеңдер болды. Әр бала дарынды, әр оқытушы дана халқымыздың бұлақ көрсең көзін аш деген сөзін өзіне ұран етіп, балалардың жасырын талантын ашуға жұмыстану керек деп сөзімнің соңын аяқтағым келеді. Тыңдағандарыңызға рахмет.